іздеп шыңға шықтым. Ассалаумағалейкум достар, сіздер менің қазақ орта каналы. Видеоның бастамы жатып, біздің арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қолдаңыздар, мен инстаграм парақшама тіркеліп кетсеңіздер болады. Реклама керек болып жатса, сол жаққа жазыңыздар, мен барлығын оқитын боламын. Ал достар, сіздерге бір жақсы идея айтайын деп тұрмын. Менің кәсіби голтымды жазып кетем төменге. Сол жерге 300 теңгеден жіберсеңіздер, келесі видеоларда сіздердің ниіктеріңізбен жазып жіберіңіздер, жіберерде сол жерге жіберсеңіздер, келесі видеоларда составтарыңызға видеоға қосып обзор жасайтын боламын. Видеоға қосып жасаймын, зато сіздердің составтарыңыз ютубта тұратын болады. Сондықтан да сөйтіп қолдаймын десеңіздер, жазып қолдап жіберсеңіздер болады. 300 теңгедей болады. Бар болғаны, зато келесі видеоларда көретін боласыздар. Ал достар, бүгін біздер жаңа событиеге шықты. Сосын кеше біздер стрим жасаған едік. Сол стримді өте керемет болады деген бауырыма рахметімді айтам, қолдап кетті. Сол бауырымыздың стримнен кішігірім нелерді салып қоям, видеоларды осыдан кейін көріп бағалап кетіңіздер. Ал достар, кеттік. Біздер жаңа событияға бірден кірсек, бұл футболный аккорды, бұл не десек болады, музыкальный маэстро, анау сондай сияқты ғой. Ал бірден главныйға кіретін болсақ, бұл апта сайынға 4 аптаға бөлінген екен. Классический микс, рок микс, джаз микс, хип-хоп микс. Хип-хопта енді жаңа ойыншылар кіретін шығар. Классический ескі ойыншыларды қатарына қосқан екен. Ал абонементте Джинола қойыпты, өте жақсы. Джинола кірген екен. Шабуыл жүретінді білмеймін, енді бұл қатты читер деп те айтуға келмейтін сияқты, мен ойымша. Джинола қалай айтуға болады екен. Шабуыл 5-5, жақсы екен. Бұлай енді алып шығады деп айта алмаймын. Өзінің несі енді бұлай қарағанда 105 па? 105 ғой. Рейтинг 105 екен. Көтеріп беріп тұр ғой бұлай. Кеттік, бірден классикаға кірек. Бұл жерде Беллингем бізді қарсы алды. Бесплатный тоже аламыз. Беллингем Реалдың таланты. Әдемі екен о. Нема. Күшті екен де, несі? Бөлек. Әдемі. Футболный. Күшті нестеген екен. Ерекше. Жаңа событиялардың қатарында жатыр бұл события. Күніге 3 неден береді, және мына жерде біздерде мүмкіндік бар екен. 97, 105 түсіріп алуға тоже мүмкіндіктер. Самоцвет тоже бар. Маскирану тоже тегін алуға болады деген сияқты ғой. Берсе келесі видеоларда шығаратын боламыз. Және күніге событиялар бар, ойнауға болады. Және фрагменттер 200 фрагмент береді екен. Мына жерде енді бұл ашылғанына байланысты сияқты біздерде. Бір раунд, сондай жасағанына байланысты болып тұр ғой. Бірақ енді наградалары ондай қатты керім емес екен. Кеттік, келген ойыншылар. Зитан бар, міне керемет. Зитан керемет бағаланыпты мына жерде. Керемет суреттелген екен. Шмейхл тоже. Нестада қараңыздар, Шпирло бар. Мына деген бөлек қой. Барныз. Әрі кетсе 1000 жинауға болатын сияқты. Бұл жерде Пирло, хоть Нестаны алуға мүмкіндіктеріңіз бар деп ойлаймын. Енді донат керек болып, ар жағы или жаңа ойыншы түсіп қалып, бір высокомерный, бір жоғары 106 доллар түсіп жатыр, жинап тастауға болатын сияқты. Зейтанға мүмкіндік болып жатса. Өте керемет, события деген. Жақсы событияның қатарында читер ойыншылар шығатын сияқты. Хип-хоп, рок дейтіндерден көреміз берсе, қандай ойыншылар кіргізетінін. События жақсы, қарапайым, 28 бір айға жұмсалған события екені көрініп тұр. Кеттік, бірден пагын ашып көрек. Осы событияның пактарын 3000-ның пагын ашып көреміз. Қандай ойыншы түседі екен. Может, маған орай жақсы ойыншы түсіп қалар. Кеттік, ал. Жаңа ойыншы түсер. Испаниялы ойыншы
правый венгер Педро да 104 па бұл 105. Міне керемет, көрдіңіздер ме? Өте жақсы, 105 ұстап алдық уже. Мүмкіндігімізді пайдаланды әйтеуір. Міне бұлында енді менде хоть менде енді правый венгер бар. Бұлай ең бағасы миллиардтың айналасында екен. Қатарлардың ең үздіктерінің қатарында да Педроны ұстап алдық. Енді ағарай осы деп жалғаса берсе тіптен жақсы болар еді. Күшті ойыншыларды көрек. Бағалар енді қымбаттау болар анық бұл ойыншылар. Себебі мұны ойыншылар емес. Бірден түсіп кетіпті ғой. Эдегор тоже түсіп кеткен 2 миллион. Көп бағаланбайды, бірақ ескі ойыншылар ғой, қанша дегенмен. Содан болар деп ойлап тұрмын. Зитандар кірмеген сияқты ғой. Зитанды көрдіңіздер ме? Зитанды көрмедім. Бұл жерде Неста бар тоже. Пирло бар екен. 2,5 миллион. Шмехл. Зитан 7 миллион дейді. Қымбатты. Өте қымбат. Эдегор бар. Перес бар. Жақсы события десек болады. Ал осылай достар, менің инстаграмдағы видеоларымды көрсеңіздер болады. Қолдап лайк басып кетіңіздер. Хайыр, кеттік көрек. Аны 50 адам жиналып еді. Кім бұл жерде? Германиялық ойыншы. Враттар. Фенорд. Шіріп кетті. 105 Вулен Ромен. Нешетір. Дема, бұл жерде кімді берейін деп тұр екен? FIFA. 39 лайк. Австриялық ойыншы, қорғаушы. Аллаба! Бұл жерде қанша рейтинг? 104. Мала жігіттер қатты айтып өтті 104 деп. Көре алмайсыңдар ау, кеттік 43 адам. Кімді бересің? Испаниялық. Праби. 102 де Фрутос дейтін ойыншы түсті. 50 болдыма кеттік ал. Кім шауылшы? Павлидис 102. Потолок қойды ғой бүгін. Осылай достар, біздер стримді өте жақсы көңіл күймен аяқтадық. Және де бұйырса алдағы уақытта тоже стрим шығуға тырысатын болам. Сөйтіп қолдап жібергендеріңізге көп мың алғыс. Басымды еп сіздердің алдарыңызға рахмет айтамын достар. Ал достар, солай. Ал өздеріңіз білесіздер, видеоның басында айтқандай, составқа обзор оценка жасатам десеңіздер, Каспий нөмір жазып қоям, сол жерге жіберсеңіздер болғаны, және де никтеріңіз жазып жіберіңіздер сообщениесінде Каспийдің. Болды, келесі видеода күте беріңіздер. Тоже қанша адам лақтырады, сонша адамға жасай беретін боламыз. Или жетпей жатса, келесі видеоларға да салатын боламыз. Никтеріңіз жазсаңыздар болғаны, сіздерге друзья тастап, обзор оценка жасап жіберетін боламын. Осылай достар, сіздерге рахмет. Біріншіден алғыс, және де рахметімді айтамын. Ал достар, каналға жазылуды ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар, өз ойларыңыз жазып кетіңіздер. Ал сіздермен келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.